Алматы облысы Талғар ауданы Алатау ауылдық округі Ғұндар туристік орталығында 25-27 шілде күндері Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған Мәңгілік ел атты халықаралық этнофестивалі айқара есігін ашты. Тұңғыш рет өткелі отырған Мәңгілік ел халықаралық фестиваліне қош келдіңіздер. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие алматинцы и гости южной столицы! Мы рады вас приветствовать сегодня на международном фестивале Мәңгілік ел. Жиын барысында салт дәстүрімізді кеңінен насихаттау жұмыстары кеңінен жолға қойылды. Қазақ жиған тергенін тойға шашқан халық. Бүгінгі Талғардың кілемдей жайылған Көкмайса алаңында көптен күткен дүбірлі тойдың шымылдығы түрілді. Кеудеде намыс қайнаса, көңілді қуаныш кернесе, жазира жанымызды жадыратқан ән тербеді. Ел үшін жасалған игі істің басына қашанда жақсы келер қасына деген бар. Айбынды Абылайдың, елінің егемендігі үшін белі бардан қан кешкен Кенесарыдай ұлы тұлғалардың ат тұяғының ізі қалған Көкше жерінен де дүбірлі тойға өз үлестерін қосуды азаматтық парыз деп білген Көкшетау Минвода акционерлік қоғамы да шет қалмады. Хотела бы поздравить всех участников, а также гостей с началом международного фестиваля Мәңгілік ел. Отдельную благодарность хотели бы выразить ТО Sky Eagle за организацию в лице Сейдумар Батыржана, а также Алишера Василия, основателя этнографического общества Гунны. Ұлтымыз ұлықтаған көкпар ойыны елдің делебесін қоздырып кетті. Ауыздығымен алысқан дөң кеуделі болат санды тұлпарларды ертеп мінген қайратты, білекті жігіттер аянып қалмады. Салым салып елге қуаныш сыйлады. Көкпарда жігіттердің күш жігері мен төзімділігі, батылдығы мен ептілігі сынға түскен сәтте, жарықтық жылқы да бабы мен жүйріктігін паш етіп көзге түсіп жатқандай. Қандай марапатқа болса да лайықты көкпаршылар өз еңбектерінің жемісін көруде. Бір-біріне сәттілік тілеу үстінде, міне, шабандоздар. Көкпар ізін ала, ел делебесі су үлгірмей, той қызыға аударыспаққа ауды. Аударыспақ спортшыдан үлкен ептілікті, күштілікті, төзімділік пен батылдықты талап ететін қазақтың ұлттық спортының бір түрі. Білек күштері сом-сом болған екі палуан ат үстінде алысып жатып, бірінде аттың еріне жантайса, енді бірінде бар күшін салып, қарсыласты ат үстінен жұлып алуға әрекет етуде. Өз заманында талай осындай білекті батырларымыз жекпе-жекке шығып, қас дұшпанды ат үстінен аударып түсірді-ау шіркін. Тай тұяғы тыпыршыған тұлпар тізгінін ұстаған ер жігіттер теңге алу сайысына қатысу үшін алаңға шықты. Желіп келе жатқан аттың үстінде отырып, желішін баяулатпастан төменге тез иіліп, орамалмен оралған теңгені көтеріп, артына тастап отырған жігіттердің өнеріне тәнті болмаған жан болмады бұл тойда. Жігіттің де жігіті болады. Аттың құлағында ойнау қазаққа ғана тән дүние деп бағамдауға болатындай. Қазақ күресінің даму тарихы қазақ халқының тамыры тереңнен тартылатын тарихымен тұстасып жатыр. Балуан Шолақ пен Қажымқандай жауырыны жерге тимеген бабалар жолын жалғастырған мына жас балуандар да тойға үлес қосуда. Боз кілемде білек күші ғана емес, сонымен қатар ептілік пен жылдамдықты қатар талап ететін күресте бірін-бірі жыға алмаған қостарлан. Осындай сайыпқырандардың өнерінсіз той өтсін бе шіркін.
күші басым түсіп жеңіске жеткен палуанды халық басына көтеріп мәртебесін аспандатқан, батыр санаған. Жапон спортшысының еттерісін басына қаптаған қазақтың ұлы палуаны Қажымұқан есімі қазақ халқының тарихында алтын әріппен жазылса, бұлар соның ізбасарлары болмасына кім кепіл? Алып да, батыр да анадан туылады деген міне осы. Елдің көңілін күпті етпей, көптен күткен қыз қуу сайысы да басталды. Айдай сұлудың нұрлы жүзін сүйгісі келмейтін жігіт жоқ шығар бұл жалғанда. Олай болса тұлпарыңды сайла да шап арудың соңынан. Қуып жетіп жүзінен сүйсен кенелерсің бақытқа. Ал енді жете алмасаң, жон арқаңды тосарсың өрім қамшыға. Ондай масқарадан кейін көпке дейін жүрерсің, қарай алмай сол қызға. Бұл дәстүрді тамашалап, шат-шадман болып бөленерсің қызыққа. Қолөнер шеберлерінің көз майын тамызып жасаған бұйымдар көрмесі келушілердің қуанышына айналды. Ойы ойып, кесте тігіп, көрпе көктеген тігіншілер де, томардан бұйым шауып, ұлттық өнерімізді дәріптей білген ағаш шеберлер де, қайыс тіліп, таспа өріп, батырлар мұрасын насихаттаған ұста да, көмейінен күмбірлетіп күй төгетін киелі домбыраға жан бітірген домбыра ұстасы да, киіз басып, жүннен киім тігіп, жіп иірген киізшілер де бәрі міне осы тойға өз үлестерін қосуға келген. Қазақтың қолөнер бұйымдарына шетелдіктер қатты қызығушылық танытуда. Бұл бұйымдар сізге болмашы сапасыз дүние емес. Бұл нағыз ұлы қазақ елінің ою өрнегі оюланған, қарагөз қыздарымыздың қолдан жасаған қайталанбас бағалы дүниелері. Қазақ топырағында өткен қайсы бір той томалақ болмасын, шеберлер ауылынсыз өтпейді. Сондай шеберлердің көз майын тамызып жасаған бұйымдарын сатып алушылармен сауда азан-қазан қайнаған сәттің куәсі болдық. Ерекше атап өтетін дәстүрлі мұрамыз ол садақ ату сайысы болды. Кейкі батырдай талай мерген шыққан қазақ ел үшін садақ ату спорттың мәні зор, тамыры тереңде жатыр. Еуразияның қақ ортасында орналасып, талай халықтың көнедегі және қазіргі кездегі тарихына куә болған. Өмір жолы солармен тағдырлас қазақ даласындағы бұл сайыстан шетел асып немістер, түбі бір түрік ағайындар, бір туған қырғыздар да шет қалмады. Бұл ән басқа әннен өзгеше дейді. Ал мына той басқа тойлардан шын мәнісінде өзгеше өтті. Бұл жағдайды тойдың қызығын арттырған көпшіліктің жүзінен де байқауға болады. Жиын барысында өткен сайыстан алған марапаттарына қуанып, түркі жұртының басын қосқан алқалы жиында сүбелі үлестерін қосқандар үшін бақытқа кенелді. Сайыс жеңімпаздарын алғыс хаттармен ұлықтаған сәтте келіп жетті. Мергендер сайысынан 3-ші орынды Бензи Безенхов, 2-ші орынды Зафер Метин Атеш, 1-ші орынды Яшар Метин Ақсой өзара бөлісті. Бірлік болмай құт берекесі қашқан жерде ұлт болып үйісу, ел болып елдесу ешқашан болмаған. Еліміздің көк туы көкте желбіреп, өзгелер алдында басымызды тік ұстау, ол тек бақ қонып береке дарғандықтан деп білуіміз керек. Өткенімізді ұмытпай, бізге дейін өткен ұлыларға құрмет көрсетіп, Қазақ хандығының 550 жылдық тойын атап өту, бұл халқымыздың егеменді ел болып, тәуелсіздігімізді тұғырлы етіп, мәңгілік ел болғанымызды жан-жақты дәлелдей түседі. Ұлттық болмысымызды қалыптастырып, тіліміз бен дінімізді дәріптеп, салт дәстүрімізді ғасырдан ғасырға асырып, шапса тұлпар тұяғы, ұшса құс қанаты талатын, ұлан ғайыр атырапты, жер асты мен үстіндегі байлығымызды, әсіресе рухани құндылығымызды, мәңгілік ердің ертеңін еселейтін жас ұрпақ жалғастырып, келер ұрпаққа өз дәрежесінде жеткізеді деп сенеміз.